Алматы бір жағында асқар тау, бір жағында қайнаған қала. Таңғы 8-де көлікке отырсаң, кептелісте кептеліп тұрасың. Сонда ойлайсың, осы қалада қандай көлік тиімді? Қайсысы арзан, жүйкеге жеңіл, уақытыңды ұрламайтын. Айталық, жеке көлігің бар дейік. Айна жанармайға 30 мың теңге. Тұрақ, май ауыстыру, ұсақ түйек жөндеу жұмыстары тағы 20 мың. Күтпеген жағдайлар, айыппұл тағысын тағылар 10 мың. Барлығы 60 мың теңгеден асады. Жарайды. Ақша таптың делік. Бірақ кептелісте жоғалтқан уақытың мен күйіп кеткен жүйкеңді ешкім қайтармайды. Таксише. Күніне 2 рет мініп жүрсең шамамен 2000 теңге. Айна 40 тіпті 60 мыңға дейін барады. Ыңғайлы көрінеді. Бірақ жаңбыр жауса, сұраныс артса, баға аспандап кетеді. Кейде көлік болмай қалады күтесің. Кейде шопырың тым асығыс, кейде тым баяу. Қысқасы, көңіл күйің оғанда тәуелді. Енді қоғамдық көлікке көз салайық. Бір рет міну 120 теңге. Күніне 4 рет жүрсең 480 теңге. Айна 14 мыңнан 16 мыңға дейін. Ыңғайсыз кездер болады. Адам көп, кейде орын жоқ. Бірақ жол ақысы өзгермейді. Сен болсаң үнемдеген ақшаңа дәмханаға кіріп, бір шыны кофе ішіп отырасың. Қорытынды, жеке көлік жайлы, бірақ қалтаға ауыр. Такси ыңғайлы, бірақ әрдайым сенімді емес. Қоғамдық көлік қарапайым, бірақ үнемді. Сондықтан әркімнің өз есебі, өз таңдауы. Бірақ ұмытпа, кейде автобус еркіндіктің кілті. Ал нағыз тиімді көлік өз өмір ырғағыңа сай көлік.